Жамбыл облысынан шыққан белгілі ақын жазушылар. Бауыржан Момышұлы, Шерхан Мұртаза, Жамбыл Жабаев. Болойын, ісіне жоқ түсіп жатыр. 35 жыл. Жоқ. 85 жыл. Жамбыл даңғылы ма? Или Төле би даңғылы ма? Екеуін біреуі. Төле би даңғылы. Тектің Маспыра. Сосын Ақмешіт, Қарахан баба, Айша бейбі. Бұл жаққатын несі емес па? Мазелей. 85 жыл болса. 1941 жыл. Әулиеата? Әулиеата ма? Әулиеата. Төле би емес па? Төле би ғой, ең ұзыны. Бауыржан Момышұлы. Шерхан Мұртаза? Айналайын 85 жыл. Тарихи орын білеміз, мынау музейлер, Шахристандағы музейлер. Одан кейін Жеңіс кітапхана, мына Жеңіс парктегі керемет музей отан соғысын, оны мен осы 9 майда барып көргем, өзім керемет жасаған. Айша биби, Қарахан баба, Тек тұрмас, олар енді қасиетті жерлер бізде. Белгілі ақын жазушыңыз қайныңыз нарша қашағанда айтыңыз. Содан кейін жазушы болған кім? Рафаэль Ниязбеков. Рымома Серкова дұрыс. Кім ғой ақын тағы? Беркуттың мамасы. Айша Көпжасар. Ойбай, ол кісімен талай болғанбыз. Ол кісі ақын жазушы керек. Жамбыл атау берген. Жамбыл Жабаев атамыздың артынан ғой. Ол кісі де керемет ақын болған ғой. Ленинградцы дети мои деп бүкіл ол кезде кеңес өкіметінің бәрін керемет. Ленинградцы дети мои деп. Оны енді біз мектеп несінен білеміз. Сіздерге кітапхананың атынан Еркем өмірің болсын көркем кітабын сыйлыққа береміз. Оқуға кеңес береміз осы кітапта. Анашым ойлайтын баласын